Кайырлы күн. Бүгін өзбек халқының тағамы машхорда деп аталатын тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды біздің өңірде маш көже деп атайды. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Өте дәмді тағам. Ең алдымен қазанымызға май құйып, майды қыздырып аламыз. Қызған майымыздың үстінен туралған сиыр етімізді саламыз және суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Сиыр етіміздің суы тартылып қуырып болған соң, олардың үстінен ұсақтап, төрт бұрыштап туралған пиязымызды қосамыз. Пиязымыз сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Біздің пиязымыз сарғайып қуырылды. Енді олардың үстінен ұсақтап, төрт бұрыштап туралған сәбізімізді қосып, сәбізіміз кішкене жұмсарғанша шамамен 5-4 минуттай қуырып аламыз. Еттер мен көкөністер қуырылып жатқанда күрішіміз бен машымызды жылы суға салып бұқтырып қоямыз. Сәбіз кішкене 3-4 минуттай қуырылған соң, олардың үстінен тәтті болгар бұрышы мен помидор, яғни қызанағымызды төрт бұрыштап турап қосамыз. Бір шай қасық томат пастасын және бір шай қасық тұзды қосып, араластырып қуырып аламыз. Томат пастамыз шамамен 2 минуттай қуырылды. Енді олардың үстінен қайнаған су құямыз, немесе фильтрден өткен таза суды құйыңыздар. Еттен бөлінген көбіктерді алып тастаймыз. Сорпамызды көбіктерден тазартып болған соң, олардың үстінен машымызды, күрішімізді қосамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Менде кептірілген сарымсақ пен қызыл паприка. Ең соңында картоп қосамыз. Оттың астын жай қойып, тамағымыз піскенше, күрішіміз, машымыз піскенше, жай оттың астында тамағымызды қақпағын жауып қалдырамыз. Шамамен 30-40 минуттай. Біздің машхорда тағамымыз дайын. Осындай қоюлықта болып шығады. Қатты қою, қатты сұйық емес, орташа қоюлықта шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнарына сенімдімін. Өте дәмді тамақ. Бұл сорпаны лимонның қышқылымен ішуге кеңес беремін. Лимонның қышқылының, лимон суының қышқылы өзінің ерекше дәмі бар. Өте дәмді сорпа болып шығады. Сіздерге ұнарына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.